бір таксисттің оқиғасын айтып берейін. 50 жастағы сол шамадағы жігіт екен. Бір күні екеуміз келе жатсақ айтады, бір күн машинам бұзылып қалды да автобусқа отырдым дейді. Автобуста отырсам, алдынан бір үлкен апа кірді дейді. 70 жастағы, 80 жастағы апа кірді дейді. Ешкім орын бермегесін, тұрдым да орын бердім дейді. Сөйтіп апаға қарасам, статный киінген, әдемі киінген апа екен. Қарап тұрдым, сосын апа қарады маған, ей балам, не қарап тұрсың? Орын бергеніне рахмет айтпады деп ойлап тұрсың ба деді. Жоқ апа, жоқ деп сасып қалдым дейді. Бірақ ол шынымен солай ойлағам дейді. Сол кезде апа айтты дейді, мен саған рахмет айтпаймын, өйткені мен сені тәрбиеледім. Сені тәрбиелеген сен маған орын беріп жатсың. Мыналар сені тәрбиелегендерің, олар саған орын бермей жатыр дейді. Сондықтан көбінесе бізде айтады, Абылай ханның түсінде естеріңізде сақтасаңыздар. Кезінде Абылай хан айтқан, аңға шықтым, аңға шыққанда арыстанды атсам, арыстанның ішінен жолбарыс шықты. Жолбарыстың ішінен қасқыр, қасқырдың ішінен түлкі, түлкінің ішінен қоян, қоянның ішінен бақа шаян шықты. Біз қазір жастарды солай тәрбиелеп жатырмыз. Барлығы бақа шаян болып кетті. Тағы автобуста отырсам, бір әже тұрып тұр, қасында немересі сотка ойнап отыр. Апа, орынға отырсаңшы дедім, жоқ, мен немерем қасында тұру керекпін дейді. Сонда немересі 14 жаста. Ойлап тұрған жоқ. Орын беруге, апам, әжем тұр ау деген ойлап тұрған жоқ, соткасын ойнап отыр. Сондықтан бізде қазір 13-те отау иесі деген мықты жігіттер тәрбиелеу үшін кішкентайынан бастап үлкенді сыйлау, үлкенге орын беру деген нәрсені жасау керекпіз, құрметті ағайын. Осы туралы не ойлайсыздар?